Anarxologların içindегі нәсіл әулетінің ханымдары, қаншайымдары, қыздарым, немерелерім, айналайындар. Бүгінгі мерекелерің халықаралық әйелдер күні құтты болсын бәріңді. Бәріңді құттықтаймын. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Біріншіде үлкен ішіміздегі жеңшем, біздің әулеттің үлкені, жеңше бірінші сіздің ең бірінші сізге тілейтінім, денсаулығыңыз мықты болсын. Өсіріп отырған қыздарыңыздың рахатын көріп отырсыз, Құдайға шүкір. Аллаға шүкір дейміз. Енді немереңіздің рахатын көріңіз. Шөбереңіздің рахатын көріңіз. Алдымызда осындай үлкен жарқырап, менің үлкен алтын жеңшем жүре беріңіз. Әр уақытта аман болайық. Екінші менің жарым қаншайым айналайын. Құдай қосқан денсаулығы мықты болсын. Бүгін туған күнің мерекеге қош келіп отқан туған күнің құтты болсын. Бүгінгі мерекем құтты болсын. Әр уақытта бақытты болайық. Бақытты болдық та, тағы да бола береміз, Құдай қаласа. Жалғаса берсін. Жалғаса бақытымыз жалғаса берсін. Иә. Ұл өсірдік, қыз өсірдік. Сол рахатын көре берейік. Бізде жаңа сол кейінгі немерелеріміздің міне анау отқанда мен көркем деген мен қызым бар, ең кішкентай немерем бар. Мен соның тойында билеуім керек мен. Құдай қаласа. Пештаумен десін. Иә, пештаумен десін. Мен соның күйінде соны тұрмысқа беріп, одан кейін соның тойында тойлап, ертесінде кетіп кете беремін. Сосын арман жоқ десе. Иә. Айналайын. Бердегі әлі атқаратын жұмысыңыз өте көп болсаңыздар. Алтындай менің қызым Майрашжан бүгін мерекем құтты болсын. Иә, қосағыңның қосағары. Өшіріп отқан балдарың рахатын көріңді сендерді. Ұяда не көрсең ұяда не көрсең ұшқанда соны не аласың дейді ғой. Ұяда біз сіздерге бәріне тәрбие береміз. Мысалға ұлдар ұяға, қыздар қияға ашады. Сол жерде осы жерден алып кеткен тәрбиеңнің бар, келешек басқа бір неге бар, соны ұрпақты көбейтіп, сол жерде жәнедегі тәрбиеңді әр уақытта сол біздің осы жердегі ұшқан ұяңдағы тәрбиеңді сен ең бірінші соны бірінші нысанаға алып, мен мұны әке-шешем сияқты боламын, менің әулетім сияқты боламын. Мен осы нені келген жерімді сол гүлдендірейін, көркейтейін, сол менің сол немін, сондай әр уақыт сондай нем болыңдар. Мен соны тілеймін, әр уақытта бақыттарыңа мен өте қуаныштымын. Жақсы азамат болыңдар, еңбекте табысты болыңдар, қадірлі болыңдар. Сендерді оқытқан кезде біз үлкен маман болсын. Осы семьяны біздің немізді арғай жалғастырушы болсын деп сендерді оқыттық, тәрбиеледік бәрімізді, Құдайға шүкір. Соның қазір жемісін көріп отырмыз. Рахмет, мыңда бір рахмет айналайын. Болашағыңа рахатын көр. Рахмет папа. Енді Ұлжанжан менің кішкентай келінім. Бұл өзі бір инноватты жақсы келін. Айналайын, бақытты болыңдар. Өсіп отырған қыздарға рахатын көріңдер. Менің жеңіс деген інім, балам. Братишкам десең. Баламның жұбайы, мына алдында отырған алтын көркем деген менің қызым. Мен сендерге бақыт тілеймін әр уақытта. Сендерге табыс тілеймін. Сендердің өмірлерің алда әлі. Көретіндеріңдер алда, Құдай қаласа алға талпыну керек, жұмыс істеу керек, тірлік істеу керек. Жұрттар не істеп жатыр? Соны мен қамауға істеу керек. Сондықтан істеп, өздерінің балдарыңды өсіруге, өздерінің арғай біздің берген тәрбиемізді арғай жалғастыруға сендер үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Менде Мұхит деген үлкен балам бар. Мұхитжан айналайын, жанар келінім бар, оның өсірген балдарым бар, қыздарым бар, өте жақсы, азамат, үлкен қызым кеше Алматыда үлкен гран-при алып келді биден. Ертең Құдай қаласа Турцияға дейін деп жатыр. Иә, Турцияға дейін деп жатыр. Міне о да бір енді балдардың оқудан бөлек бір нәрсеге бір үйірмеге қатысып, спортқа қатысып, бірін жақсылап көрінсе деген біз өзіміздің үлкен тілегіміз де бар, талабымыз да бар. Балдардың
қазіргі саясат бойынша мектептерде көп нәрсе ондай нәрседен жоғалып кеткен ғой, бірақ біздің кезімізде болған ондай нәрсенің бәрі. Сондықтан әр уақытта мен тілейтін балдарыма, немерелеріме үлкен азамат болыңдар. Мына енді бүгінгі хандар, біздің хандардың бүгін мейрамы. Нұрсұлтан, Мерекелеріңіз құтты болсын. Елдеріңіз сау болсын. Бастарыңыз аман болып, үлкен Құда қаласа жетістіктерге жете берейік. Құда қаласа осы 2024 жыл енді басталып, көктемі келді Құда қаласа. Арқай көп міндеттер бар, көп ойларымыз бар, көп жәніндегі баратын жерлеріміз бар. Соның бәрін Құдаға Алла Тағала бізге бір аумин деп, соның бәрін орындауға нәсіп ете берсін. Осы балдардың арқасында бірше көп жерлері көрсек дейміз. Көп жерлерге барсақ дейміз жәніндегі. Той жасасақ дейміз әйтеуір. Құда қаласа мынау немерелеріміз өскенін көрсек дейміз. Соның бәрі Құда тілеуіміздің бәрі қабыл ет. Біздің басқа ешқандай біз ештеңе тілемейміз, ақша тілемейміз, теңге тілемейміз. Біз только денсаулық, сіз біздің амандық тілейміз. Сондықтан осы мынау үлкен дастарханда отырған үлкен азаматтардың бәрінен тілейтін ең бірінші денсаулық. Денсаулығыңыз мықты болсын, сіз біздігіміз жоғалмасын. Әр уақытында Құдай жеңжаттармен арқын-жарқын болып үлкен тойларда, тойларда жақсы нелерде, қызық күндерде кездесе берейік. Аумин. Иә, соны аумин. Қыз келіншектер бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Ой, рахмет. Кемпірім денсаулығы құтты болсын, аман бол менің қасымда мен. Жоқ ана стаканға құйып қойып Жоқ, мен колышып аттым ғой, жинче. Жоқ ана алла сасай соны.